Ұмытжақсың ба? Сол сияқты бір кітап оқисың, бір жерден информация көресің, ұмытып қаласың ба, заттарыңды ұмытып қаласың ба? Бұл склероз деген ауру. Склероз деген нейрондарын сенде қиылып қалған. Сол сияқты енді бұны қайттан қалпына келтіруге болады. Новый нейрондарды восстановить ете алатын только ежовик бар, менде памятті сен бар нейрондарыңды арқылы восстановить ететін менде тиамин бар. Бұларды қалай ішесіңдер? Таңертең кешке бір таблеткадан тамақтан кейін 1 сағаттан кейін ішесіңдер, таңертең кешке и все. Бұларды курс лечения 5-6 ай болады. 5-6 ай ішесіңдер, памяттарың жақсарады. Каждый жыл сайын сөйтіп отырыңдар, өйткені бізде нейрондар ауысып отырады, нейрондар тозады, орын қайттан өсіріп отыру керек. Ал нейронды өсірмесең, ол азая береді, и памятында жоғалады. Любой нәрсе ұмытып қаласың, жаттаған нәрсені ұмытып қаласың. Сол сияқты бала шағаларың болатын болса, тоже балалар бір кітап оқиды, ұмытып қалады. Бұл нейрон тозған деген сөз. Оны қалай аласыңдар? +7 705 664 25 77. Личкама жазсаңдар, WhatsApp номер шығады, шапкада да WhatsApp номер бар. Ұмытшақ склероз болсаңдар, туысқандарың болса, бәрін жазып кетіңдер комментарий. Доктор мен ұмытшақпын деп.